Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз Майнкрафт ойын жалғастыратын боламыз. Қарапайым Майнкрафттың 11-ші бөлімі. Достар, сіздер күткендей, мен 50 лайк сұрадым. 10-ші бөлімде сіздер сразу 1-2 күн ішінде 50 лайк жинап алыпсыңдар. Мен өте таңғалып қалдым, өйткені бізде тек қана 200 подписчик қой каналда, 260 па, 270 па, сондай подписчик қой. Қазір енді уже. Бірақ 50 лайктан жинап тастады Майнкрафттың соңғы ролигі, сол үшін мен реально өте қуанып тұрмын. Сол себепті сразу жалғастырамыз ал достар. Мен не салдым ал, давайте не көрсетейін сіздерге. Мен былай қарасам көп зат салған жоқпын. Сол үшін бүгін көп зат көрсете алмаймын достар. Бүгінгі салған заттардан тек қана міне қораны кішкене салдым. Бірақ енді бірге бүгін аяқтайтын боламыз. Мен өйткені уақытым болған жоқ достар, бірдеңе салуға. Шын айтайын, егер де мен уақытым болғанда мен бәрін бітіріп тастар едім. Просто мен дейтін университет, сабақ, университетке барам, неге барам. Короче, уақытым аз, сол себепті бүгінгі серияда біз бірге салатын боламыз сосын бәрін. Давайте бастайық ал. Көріп тұрғаныңыздай, мында шеттерінде әлі блоктар тұр. Оның бәрін алу керек қазір. Бізге кирка керек екен. Қазір кирканы бірге барып аламыз. Мен айтпақшы, мен дейтін атқа барам дедім ба? Атқа, білеймін, атқа сосын барармыз достар онда. Еще ұмытып кеттім, атқа бару керек екенімізді. Еще ұмытып кеттім. Айып етпеңіздер. Атқа как-нибудь потом барармыз ал. Бүгін енді наны дұрыстап жасап ұстауға тырысамыз ал. Достар, тағы да 50 лайк жинай аламыз ба? Қалай? Жинап көріңдер ал. Мен ойымша қазір енді подписчиктер кішкене көбейді. Сол себепті мен ойымша 50 лайкты біз жинай алатын сияқтымыз. Бір күнде де жинай алатын сияқтымыз. Сол себепті давайте жинап көрейік ал. 50 лайк болса тағы да, онда тағы да новый серия шығады ал, жаңа серия шығады. Сол себепті бәрі сіздердің арқаларында. Сіздер қолдап жатқасын, тек қана Майнкрафт шығып жатыр. Сол себепті сіздерге өте қатты рахмет. Біз осылай дамый береміз Майнкрафтта. Өйстіп заттар, неше түрлі қызық заттар салып бастаймыз. Білесіздер ғой, мен бұл Майнкрафтты просто так ойнамаймын. Көріп тұрғаныңызда мен біршама ағаштар тауып алдым. Көріп тұрғаныңызда біз айтатынымды, мен Майнкрафт просто так ойнамаймын достар. Мен Майнкрафтты бірдеңе жасау үшін, қызық заттар жасау үшін ойнап жүрмін ал. Просто так егерде мен просто выживать ететін келсе, мен мысалынан бәрі салмауға болатын еді. Мысалына үйлердің бәрін не үшін саламын, бәрі маған керек емес қой да. Жоқ, мен бәрі әдемі болсын, бәрі жақсы болсын деп, по дизайну бәрі керім болып тұрсын деп жасап жатырмын ал. Бәрін пока что жауап тұрайық, онда пока что бізге қазір керек емес сияқты ғой олардың бәрін. Так что біз алып тастайық, бәрін алып тастайық. Бұл бізге керек емес сияқты ғой. Ал давайте ал ағашпен бәрін жауып тастайық. Терезелер сосын салармыз. Қазір оған точно білмейміз қалай тұратын. Сол себепті давайте давайте факел қойып тастайық. Ол жерге терезелерін сосын жасармыз. Ал давайте нарды алып тастайық. Осылай барлығын алып тастау керек, керім қылдырып жасау керек. Достар, енді бүгінгі серияда бір жасап отырып сіздерге де бірдеңе айтып отырайын. Мына жерді жасамаймын. Мына жерде терезе болады, точно терезе болады мына жерде. Именно жарлардың бәрін алу керек те енді. Оның бәрі тоже біршама уақыт сияқты ғой достар. Жақсы жайлар жасай берейік. Сөйтіп қолдап жатсаңыздар, мен Майнкрафтты жалғастыра беремін түсіріп. Бәрі керім болады деп ойлаймын. Және де достар, көріп тұрғаныңыздай, мен шетінде және баставатын, жайлап алып қараңыздар. Мен сіздерге айтпақшы бір зат көрсете аламын. Мұнда бізде, короче, мына жерлерін бәрін алып таставатым жайлап. И және бізде запасной вход бар, білесіздер, мына қараңыздар, подвал арқылы естіп көресіздер де. Короче, естіп тұрасыздар, астарына түсесіздер, естіп жүресіздер де, как көресіз. Но типа менің тайный входым ғой, входым. Қараңыздар, подвалдың ішінен шығасын, үйдің ішінен шығасын сразу. Көріпсіздер ме? Қалай ыңғайлы. Видеосінде, короче, мына жер жазылып тұрады. Басқа шығу жолы деп тұр міне. Басқа шығу жолы. Егерде үйдің ішінде там, не знаю, крипер бірдеңе кіріп кетсем, мысалы, зомби, там, не знаю, бірдеңе оқып қалып жатса, үйден шыға алмайатсыздар, сразу міне подвалға түсіп, үшіре түсіп, сразу есіктен кіріп, аяқтан шығып, сразу аяқтан бір шығуға болады екен. Сондай бір қызық зат жасадым ал. Білмеймін, не үшін жасағаным, бір қызық болып көрінді маған сол. Сол үшін жасақ қойдым ал. Міне осы затты көрсеттім ал бүгін сіздерге, енді тағы не зат көрсетейін енді. Білмеймін ал. 4 алмаз, менде біршама заттар бар негізінде. Тамақ қарным ашып тұрған сияқты ғой мен. Так, не бар жейтін. Ё-моё, гнилді қараңыздар менде. 62 бір стагын жинап алыппын почти уже. Ё-моё, зомбиларын өлтіре бересің енді, О, нан жасап алайық, нан жасап алу керек. Так, нан жасап алдық. Так, нан давай жеп алайық онда. Так, нан қаншама бізге не береді? Давай, опа, давайте, нормально, все, нормально жеп алдық.
Енді шығайық ал достар. Иә, бітіріп тастайық мынаны бүгіндікке. Бүгіндікке осыны бітіріп тастайтын шығармыз енді. Енді бітіргенде жандарын да жасау керек, кстати, достар. Жандардың бәрін андай етіп жасаймын, осындай қылдырып. Оны өзім жасап тастарым бірден етеді. Бүгіндікке давайте мына жарды бітіріп тастайық, достар. Мына жарды бүгін бітіріп тастауға тырысайық ал. Опа, жарлардың бәрін алып тастауда тоже тяжкынан бәрі. Опа. Сіздерге қатты қызық емес те шығар. Сол үшін давайте быстрый ускорение жасайық, давайте. Вау, достар, көріп тұрсыздар мен флеш қысап резко бітіріп тастадым мына жерді. Енді сіздерге флеш сияқты болған бар, бірақ маған кішкене ұзақтау болды. Енді достар, ендігі кезеңде біздер достар терезеге не жасаймыз? Терезеге давайте жол жасайық. Давайте так, мына жерде болады терезе осылай, 3 терезе болады. Сосын мына жерде болсын, давайте 3 терезе. Қазір ондай не жоқ, бірақ сосын болады. Үстіп қойық сосын. Мына жерден бір жасайық. Так, осы жерден бір жасаймыз. Так, осы жерден бір терезе болады. Сосын тағы да мына жерінде алып тастайық. Так, өстіп алып тастайық. Осы жерде бір терезе болады. Және де мына жерде де жарлылар тұр. Енді қазір бүйтеміз. Давайте. Так, біреу, екеу. Так, осы жер болсын да терезе. Так. Мына бәрі терезе болсын ба, қалай? Или жоқ, бәрі терезе болсын ба? Или бәрі терезе болсын ба өшеге дейін? Қалай екен? Сөйтіп жасайын ба екен? Сөйтіп жасауға болады екен ғой, айтпақшы. Зайт, мына бәрі терезе болсын, достар. Мына бәрі іші ашық болсын. Өмше солай қызық баты сияқты. Ал зомби іште кіріп кетпесін ішіне. Давайте, терезе қойып тастау керек енді. Бірден етіп қазір. Терезе менде бар ма екен сундукта? Сандықтың ішіне бар ма екен? Ал точно білмеймін ал. Давайте нам бәрінше терезе қойып тастаймыз қазір. Айтпақшы, мынаның ішінде не болатынын білем, достар. Егер де сұрап жатсаңыздар, неге қораны салып жатсың, не болады оның ішінде десеңіздер, бұл ішінде аттар болатын бар, может там сиыры болатын шығар, мен точно білмеймін ал, бірақ әйтеуір, короче, не болады ғой? Бір қора болады, әйтеуір ішінде әйтеуір жануарлар болады. Точно, бірақ білмеймін қандай жануар болатын. Так, мына жерлерін қораға да ұқсамайды, но уже кәдімгі реально зданияға ұқсап кетті, достар, кәдімгі. Нифига себе, жақсы здания ұқсайды кәдімгі. Қайда қора? Кәдімгі күшті здания ұқсайды. Так, не жасағым келді мен. Я топор қазір. Опа, топор. Опа, топор жасадық. Давайте өйстіп кәдімгідей. Біздің модернизация, кәдімгідей керім здания шығып жатыр, достар. Енді әлі аяқтаған жоқ, әлі бір шамасын жасау керек. Так, осы жерде өйстеміз. Екеу. Осы жерден тағы да біреуін. Так, или мынаны тоже сөйтіп жатса, сплошной алып тастаймыз өйстіп. Клин сплошнойлар болып кетеді онда, бірақ бір жағынан. Клин сплошнойлар. Жақсы, мына жағын давайте ондай көп алмайық. Так, үшеу ма? Так, үшеуін алып тастайық мына жерден. Сосын екеу, үшеу жырында бармайды уже. Давайте бүйтейікші. Түк. Сосын бүйтеміз. Точно жасадым ба? Екеу, үшеу. Жоқ, дұрыс емес. Үшеу, екеу, төртеу. Короче, не өкпет, достарға таш. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7-ден жасау керек, 7-ші. Давай дейсі алып текші. Сосын. Так. 4 oldu ма? Так. Шу. Давайте өйстіп алып текші. Мына жақтан айықшы. Қазір. Свет жоқ. Көрінбейді дұрыс. Так. Төртеу oldu. Так. 1, 2, 3, 4. Міне да 3. Короче, өйстіп жасаймыз, достар, білмеймін ал. Осылай болу керек вроде. Осылай болу керек вроде. Ортасында жерлерде бірден тұратын бар енді. Көреміз енді. Опа, өйстіп қоямыз. Сосын. Опа, өйстіп. Так. Мына жер сплошной өтім бар. Няқ сплошной өт, достар, онда.
Сплошной сразу байылып тастаймыз. Қазір. Опа. Опа. Тык. Ё-моё, 40 блок алып тастап отыр достар. Біздің даже тең жарты неміз керек емес болып шықты сонда. Жақсы, жетпес. Керек болады деп ойлаймын ал. Опа. Так. Что-то сплошной кеткенде бір жағынан да жаман сияқты. Ортасына бірдеңе жасау керек сияқты все-таки. Ойластырармын. Не істейміз ал. Что-то сплошной кетсек, что-то білтіл болып тұр ғой. Давайте мына жерге факел қойықшы. Сплошной кетпесін бе, ортасына кішкене не болсын бе? Ну, кішкене майса да өйстіп. Давайте үш жерінен кішкене барьер жасайық. Так, нешеу да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Жоқ, мұнда неправильно, 19. Давайте бір... Жақсы тұра берсін, достар. Осылай тұра берсін, достар, жақсы. Ал, достар, енді өйстіп қораны бүгін бітірдік. Қазір енді терезесін жауып тастап алды. Терезе тауып аламыз. Так, менде қандай терезе бар екен? Неше терезе бар екен? Так. Қандай неше терезе бар екен менде? Вау, 31 целый. Стекло бар целый мынандай. Ё-моё, достар. Бізде жететін сияқты ғой. Жету керек. Жете ме екен? Интересно, как көреміз, достар. Жетсе жақсы еді, достар. Так. Ё-моё, целый стак бар бізде даже керек болса. Целый стак бар. Мен ойлаған жоқпын менде соншама көп стекло бар екен. Опа. Давайте. Тык. Ал, давайте, ешкім кіріп кетпеңдер ішіне. Давайте тез қойып тастайық енді, ешкім кіріп кетпей тұрғанда. Давайте мына жерге қойып тастайық. Мына жерден бір кіріп кететін сияқты ғой. Опа, өше қойып тастадық ал. Қойып тастадық. Так, мына жақтан ешкім кірмейді по-любому, да? Мына жерден кіріп кетуі мүмкін. Так, жауып тастайық мына жер тоже. Так, мына жақ дұрыс кірмейді, пока что мына жақ жауып тұрайық. Давайте өше жауып тастайық сразу. Так, мә бітіп қалды ма не уже? Та. Біткен жоқ, әлі тағы бір стак бар. Бізге жетеді сияқты, достар, жетеді. Ой, болды, онда бүгіндікке почти бітіріп тастадық уже қораны. Даже қораға да құсамайды, достар, мен қайдағы қорады бекереттім мәні. Ну, кәдімгі керім бір үйге ұқсайды, даже шын айтайын, қайдағы қора. Қорада кім көрді терезе дейтін? Терезе жоқ сияқты онда. Қораның іші қараңғы болу керек қорада. Менде кәдімгідей, ну, кәдімгі бір здание сияқты, достар. Малдар кәдімгідей кайфовать етіп тұрады сияқты оның ішінде мен жасасам. Міне, достар, керім болып қалды іші. Мына блоктарды бәрін алу керек енді, алармын сосын да. Енді соңғы зат қалды, әлі біткен жоқ, достар, әлі полын жасау керек. Сосын және де жандарын, короче, осындай жандарын мынандай қылдырып жасау керек. Мен өткен сондай стильмен жасап жатырмын барлығын. Сол себепті бәрі сөйтіп болатын болды. Ал бүгіндікке, достар, жарайды деп ойлаймын. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, ұнап салып жатқан затын ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Арна тіркелді, сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Және де мына зомби. Мен оны қазір өлтіріп тастайын. Жоқ, таста құрсын үйге кіріп кетейін. Ал да осымен аяқтаймыз ал. Сіздерге ұнады деген ойдамын ал. Және де мен Instagram парақшама кірулерді ұмытпаңыздар. Ояққа да тоже подписаться етулеріне болады. Мен анда өзімнің фотоларымды салып тұрамын. Және де арасында бірдеңелер жазып тұрамын. Сіздерге қызық болса, короче, қараңыздар ал. Біз осымен аяқтаймыз ал. Давайте. 50 лайкты ұмытпаңыздар. Давайте.